Сәлеметсің бе оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз бөлім Ұлы Отан соғыс жылдарындағы қазкср мәдениеті. Тақырыбымыз Ұлы Отан соғыс жылдарындағы Қазақстан ғылымы, әдебиеті мен өнерінің дамуы. Зерттеу сұрағы: соғыс жылдарындағы Қазақстанның мәдени жетістіктері қандай болды? Оқу мақсаты: соғыс жылдарындағы өнер мен әдебиеттің халықтың көтерілуі мағынасын бағалау. Ал енді бейнероликке назар аударайық. Ұлы Отан соғысы Қазақстан мәдениеті мен ғылымының дамуына қалай әсер етті? Қазақ жазушылары Ұлы Отан соғысы жылдарында әдебиеттің дамуына қандай үлес қосты? Кинематография саласы қандай деңгейде болды? Қазақстандағы музыка өнерінің дамуында оң өзгерістер орын алды ма? Осы сұрақтарға жауап берейік. Ұлы Отан соғысы Қазақстан мәдениеті мен ғылымының дамуына қалай әсер етті? Ұлы Отан соғысындағы жеңіске Қазақстанның мәдени қызметкерлері де үлкен үлес қосты. Ғылым және өнер адамдарының еңбегі майдандағы кеңестік әскерлердің ерлігіне, жұмысшылар мен колхозшылардың тылдағы даңқты істерінен пара-пар болды. 1946 жылы маусымда Қазақ КСР ғылым академиясы құрылып, Қаныш Сәтбаев оның тұңғыш президенті болып тағайындалды. Ғылым академиясында белгілі ғалымдар Дмитрий Сокольский, Уфа Ахмет Сахин, Мұрат Айтқожин, Евгений Бөкетов, Әлкей Марғұлан жұмыс істеді. Қазақ жазушылары Ұлы Отан соғысы жылдарында әдебиеттің дамуына қандай үлестерін қосты? Бұл кезеңдегі әдебиеттің негізгі тақырыбы патриотизм және отанды қорғау болды. Отанды қорғау Жамбыл Жабаевтың Ленинградтың өлеңін, Әбділда Тәжібаевтың Ленинград өлеңдерінде жырланды. Сондай-ақ соғыс тақырыбы Зейін Шашкин, Қасым Аманжолов, Әбіс Әрсенбаевтың шығармаларында да көрініс тапты. Соғыстың алғашқы күндерінен басталып, 90-ға жуық қазақстандық ақын мен жазушы майдан шебіне аттанды. Олар майданда жауынгерлерге батырлықтың үлгісін көрсетіп, өздерінің шығармаларымен жауға қарсы соғысқа рухтандырды. Олардың қатарында Дмитрий Снегин, Дихан Әбілов, Жұмағали Сайын, Қахраман Әбдіқадыровтар болды. Кинематография саласы қандай деңгейде болды? 1941 жылы Қазақстанға Мосфильм, Ленфильм киностудиялар көшіп келді. Бұл киностудиялар 2 жыл ішінде Алматы киностудиясымен бірігіп 23 кинокартина түсірді. Олардың ішінде партизандар, екі жауынгер, Георгий Сакрадзе сияқты танымал кинокартиналар бар. Сондай-ақ соғыс жылдарында Алматыда актерлерді даярлайтын бүкілодақтық мемлекеттік кинематография институты жұмыс істеді. Қазақстандағы музыка өнерінің дамуында оң өзгерістер орын алды ма? Қазақстан композиторлары 300-ден астам музыкалық шығарма, опералар, симфониялар, әскери патриоттық әндер жазды. 1947 жылы Евгений Брусиловскийдің «Гвардия алға», 1944 жылы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің «Төлеген Тоқтаров», Мұхат Төлебаевтың «Бір жасаға» опералары жазылды. 1949 жылы осы операның авторларына және негізгі партиясын орындаушыларға КСРО мемлекеттік сыйлықтары тапсырылды. Осылайша, Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ мәдениеті өзінің даму үрдісін тоқтатпады. Дегенмен әкімшілік жүйе мәдениет саласын өз бақылауында ұстап тұрды. Ал енді балалар, Қаныш Сәтбаев туралы өткенбіз. Қаныш Сәтбаев деген кім? Кім айтады? Гүлім? Қазақ дамуына еңбегін қосқан қазақ ғалымы, геология, минералогия ғылымдарының профессоры. Қаныш Сәтбаев осы Ұлы Отан соғысында үлкен үлесін қосқан Қазақстан ғалымдары қорғаныс қажеттіліктеріне қара, түсті және сирек металдарды жанармай пайдалы қазбалардың, су және гидроэнергетикалық ресурстардың майдан қажетін жұмылдыру бойынша орасан үлкен жұмыс жүргізді. Ұлы Отан соғысына біздің қазақстандықтардан 90-ға жуық жазушылар майданға аттанды.
Олардың 25-і отан үшін қаза тапты. Бұл отан соғысы кезінде Қазақстан жазушыларының көптеген шығармалары Майдан, әскер және республикалық газеттерге жарияланды. Өздерің білесіңдер, жаңа басында айттыңдар сабақта Жамбыл Жабаев және тағы да көптеген біздің жаңа жазушыларымыз осы отан соғысы кезінде біздің жаңа әскерлерімізге шабыт беру үшін өлең шығарған. Бұл өлеңдердің көбісі радио, газеттерде беріп отырған. Аяқталмаған тұжырым деп аталады. Ерген тірек сөздердің мағынасын жасамыз ұсынады. Дәптердің ашында кинематография сөзінің мағынасы филиал, мемуар. Үшін жазып жатырмыз. Тапсырмаға берген уақыт аяқталып қалды. Аяқтаймыз сөз. Ал кім оқиды? Бірінші терминнің мағынасын. Кинематография көркем фильмдерді түсіріп, көрермендерге көрсетуді жолға қоятын мәдениет саласы. Жарыс. Келесі. Филиал. Филиал дегеніміз ірі кәсіпорындардың немесе мекемелердің бөлімшелері. Жарайсың. Келесі мемуар. Мемуар өткен оқиғалар естелік түрінде жазылған әдеби шығарма. Жарайсың. Түсінікті ме оқушылар? Иә. Келесі. Егер тапсырма Ұлы отан соғысы тақырыбында өлең шумақтарын жаттау. Ұлы отан соғысына байланысты қандай өлең шумақтары бар? Соны жаттап көреміз келесі. Түсінікті ме? Көп неше түрлі соғыс туралы, отан туралы, отан соғысы туралы тақырыпта өлең жаттаймыз. Түсінікті? Күнделіктерін жазылды. Бүгінгі тақырып бойынша бағдарша мәнісі бойынша бағалаймыз. Кімге түсінікті болды, кімге түсініксіз болды, кім түсінбеді,
Kim aytadi? Bölüm? Маған бәрі түсінікті болды. Және менің түсінгенім, сол соғыс уақытындағы жыршыларымыздың бірі Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық мөренім. Соғыс уақытында Ленинградтағы майдангерлерге арналған Тарловскийдің аудармасы мен көптеген радиоларда беріліп, плакаттарда салынып, халық рухын көтеріп тұрды. Тағы да Мұқали бүгінгі сабақта да. Бүгінгі сабақта бәрі түсінікті. Ұлы Отан соғыс кезіндегі танымал ақын жазушыларды таныдым. Келесі бөлім. Маған бәрі түсінікті. Біз бүгінгі сабақта соғыс жылдарындағы қазақ ғылымы, әдебиеті мен өнерінің дамуына үлесін қосқан қазақ ардагерлері және де қазақ жазушыларының шығармаларымен таныстық. Аманжол, бүгінгі сабақта да өте сөз. Маған бүгінгі сабақ түсінікті, бәрі түсінікті болды. Ұлы Отан соғысындағы ғылым ардагерлерінің өлең шумақтары есіме түсті. Айдос, бүгінгі сабақта қандай тапсырмалар барды? Бүгінгі сабақта маған топтық жұмыс және де жеке жұмыс қатты сабақ түсінікті болды. Бүгінгі сабақта Бүгінгі сабақта маған түсінікті болды. Ұлы Отан соғыс кезіндегі күнші аталарымыз жауынгерлерге шабыт беріп, өлеңдерін айтқан, радиоларын тыңдатқан. Жарайсың. бүгінге осы сабақ аяқ болды. Сау болыңдар. Сау болыңыз.